Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Салмасына өз қалауларыңызды салсаңыздар болады. Мен варенка салдым. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға 3 жұмыртқа, үстіне қант салып жақсылап араластырамыз. Енді үстіне ертілген сармайды, сүтімізді құйып, тағы араластырамыз. Бір шай қасық сода салып, одан соң електен өткізіп, ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді оған мейіз, жаңғақ қосып та жасасаңыздар болады. Ол міндетті емес, дым салмай жасасаңыз да болады. Енді қамырымызды кекстің формаларына салып шығамыз. Мен кексті әдемі болып шығу үшін арнайы осындай қағаздарды пайдаланамын. Әрбір формаға 2 қасықтан құйып шығамын. Содан соң салмасын саламыз. Салмасына вареный сгущенка саламын. Әрқайсысының ортасына қасықпен ортасынан салып шығамын. Кейін оның бетін қайтадан бір қасықпен жабамыз. Кекстерімізді 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Міне кекстеріміз дайын болды. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шықты достар. Ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерден лайк, комментарий күтемін. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.